Ассаляму алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Пицца Цезарь жасаймыз. Өте дәмді, қамыры өте керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Жылы суға 1 ас қасық тұз қосамыз. 1 ас қасық қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ашытқыны қосамыз. Араластырамыз. Бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Ашытқы осылай көпіріп көтерілу керек. Ұнның ортасын ашып, сұйықтықты құямыз. Қамырды илейміз. Соңында сұйық майды қосып, жақсылап қамырымызды илейміз, иіғанғанша, біркелкі болғанша. Қамырымыздың иіғанған соң ыдысқа салып, бетін целлофанмен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Тауықты пісіреміз. Бірінші маринадтап аламыз. Пісіретін ыдысымызға май құямыз, немесе себеміз. Тауықтың төс етін аламыз да, үстіне паприка себеміз. 2 жағына да себуіміз керек. Және қолдың көмегімен жағамыз. Екі жағына да тұз сеуіп, қолымыздың көмегімен жағамыз. Сұйық май жағып, 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30 минут пісіреміз. Немесе піскен піспегенін пышақ тығып тексереміз. Қамырымыз мінекей ашыды. Осы қамырды 1/4 бөлікке бөліп аламыз. Бұл қамырмен кез келген пицца жасауға болады. Яғни маргарита, тартылған етпен салмасын түрлендіре берсеңіздер болады. Өте керемет жұп-жұқа және жұмсақ қамыр болып шығады. Дөңгелетеміз. Бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Оған дейін соусымызды дайындаймыз. Майонезге жарты шай қасық горчица, 1 тісше сарымсақты үккіштен өткіземіз. 1 ас қасық қаймақ қосамыз. Кішкене тұз қосамыз. Осыны жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша туралған аскөк қоссаңыз болады. Қамырымызды ұнның көмегімен жаямыз. Жұқа етіп жаю керек. Пергамент қағазда төселген формаға жайғастырамыз. Видеодағындай шетін түйеміз, яғни өреміз. 4-5 ас қасық соус жағамыз. Үккіштен өткізілген моцарелла ірімшігін сеуіп, жаңағы піскен тауығымызды әбден суытып, жұқалап тураймыз.
Видеодағындай қатарлап қойып шығамыз. 180-190 градуста қызып тұрған пеште шамамен 10 минуттай пісіріп аламыз. Пиццаны пештен алып, үстіне салатный листья, яғни салат жапырағын жұлып осылай қойып шығамыз. Кішкентай қызанақтарымызды екіге бөліп, үстіне қоямыз. Үкіштен өткізілген пармезан ірімшігін себеміз, немесе болмаса моцарелла ірімшігін сеуіп 1 минутқа пешке салып аламыз. Сонымен біздің пиццамыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Канафина Балжан. Лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сәттілік!